Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жаз уақытында жасалатын, жылдам жасалатын әрі дәрумендерге бай салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 2 дана қияр, 2 дана пияз, 2 дана қызылша қажет болады және көкөністер қажет болады. Ал ендеше біз бастайық. Үккіштен осылай қызылшамызды өткізіп аламыз. Мінекей бізде өткізіп алдық үккіштен. Енді қиярымызды турайтын боламыз. Қиярымызды солай қызылша сияқты қылып турап аламыз. Бұл салаттың түрі тез жасалады, әрі жегенге жеңіл болып келеді. Жаз уақыттарда жасауға болады. Мінекей біз екінші қиярымызды турап бастадық. Осындай ұсақ етіп турайсыздар. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязымызды көлденең етіп тураймыз. Бұл салат өзінің дәрумендерімен өте бай. Таңғы асқа, түскі асқа, кешкі асқа да жасап берсеңіздер де болады. Жеңіл тағамның түрі. Мінекей біз пиязымызды турап болдық. Енді көк шөптерімізді турай бастаймыз. Салат жапырағы және петрушканы турайтын боламыз. Осылай жақсылап турап болған соң, барлығын бөлек ыдыстарға салып қоямыз. Енді пешімізге табағымызды қойып, табағымызға майды құйып, майды қыздырып алған соң, пиязымызды салып, жақсылап қарғайғанға дейін қуырып алатын боламыз. Кішкене тұз саламыз. Сосын қара бұрыш саламыз, жақсылап араластырып қуырамыз. Сарғайғанға дейін осылай қуырамыз. Енді барлығын араластыратын боламыз. Бірінші қызылшамызды саламыз, оның үстінен ыстық күйінде салсаңыздар жақсы болады. Пиязымыз, жаңа қуырылған пиязымызды қызылшамыздың үстінен саламыз. Үстінен кішкене тұз салып, екеуін араластырып аламыз. Сосын үстінен қиярымызды саламыз. Сосын ең соңынан көк шөптерімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын. Енді ұсынсақ болады. Табағымызға салып, отбасыларыңызға, қонақтарыңызға жасап беріп, осылай ұсынсаңыздар болады. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, салаттың түрі ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.